Қайырлы күн, Ләззат ханым. Сізбен танысқаныма өте қуаныштымын. Мына енді қазіргі күнде осы біздің қазақстандық компания Global Trend компаниясында бірге әріптеспіз деуге болады. Енді сізден сұрайын дегенім осы жүйелі маркетингке қалай келдіңіз? Мысалы, мен өзімді айта кетсем, өзім осы жүйелі маркетингке қалай келгенімді айта кетсем, енді бұрында әскерден кейін мен құрылыс саласында жұмыс жасадым. Одан кейін традиционный бизнесте сауда істедім, бизнес істедім, Қытайға шықтым. Енді адам ізденісте жүргеннен кейін Аллах тағала алдыңа береді ғой деймін, осы жүйелі маркетингке келдім. Енді әзіргі күнде Аллаға шүкір осы бизнес істеп жатырмын. Енді өзіңіз жайлы қысқаша мәлімет айта кетсеңіз, қалай келдіңіз жүйелі маркетингке, осы сетевой бизнеске қандай көзқарастасыз, жалпы айта кетсеңіз. Айдос мырза, расында да менде осы жүйелі бизнеске келгеніме түбегейлі 2 айдай болды. Бұл жерде менің спонсорларымның арқасында, сол кісілердің дұрыстап түсіндірген арқасында мен осы жүйелі бизнеске түбегейлі 100% ұрылдым. Өйткені бұрын мен неде жұмыс істеген, традиционный бизнес істегенмін. Ол жерде өте көп ақша керек, және төлейтін жаңа налог бар, оның кейін жаңа арендаң бар төлейтін, продавецтерге беретін зарплатаң бар. Сол шығындардың барлығы не сен өзіне шығып, ең соңында қалатыны саған аз ғана сома. Содан ойландым да, бұл тек қана күнкөріс, күнделікті жай ғана бір күндік қана күнкөріс болып тұрғанын түсіндім. Өйткені оған көп ақша салмасаңыз, және оның өзінде сетевой қылып жасап, бір дүкенді 2 қылып, 3 қылып, 3 магазин ұстамасаңыз, ол бір магазинмен адам күнелтуі және ақша таптым деуі мүмкін емес. Ол бір күнделікті бір дүкеннен алатыныңыз сіздің тек қана күнделікті ғана жейтін тамағыңыз ғана. Болды, одан артылмайды. Оны мен өз басымнан өткіздім. 10 жыл магазинде істедім, 10 жыл аяқ киім сатып барахолкада істедім, 10 жыл өкіметте жұмыс істедім. Өкіметте жұмыс істегенде де мен жаңағы еңбек ақының жылдан жылға өспейтінін көрдім. Жұмысы ауырлай береді, жаңағы несі көлемі көбейе береді жұмыстың, бірақ та еңбек ақы, жалақыңыз ары кетсе 30% дегеннің өзінде қолыңызға 70 мың алатын болсаңыз, ол ары кеткенде 8 мың теңге ғана қосылады екен. Содан ойланып қарадым да, мынау болғанда күн көру мүмкін емес екенін түсіндім. Сонда енді ол салыстырмалы түрде мына жүйелі бизнеске қарасам, жүйелі бизнесте менің жолдастарымның өзі спонсорларым осы менен 7 ай бұрын келген, 8 ай бұрын келген, олардың астында машиналары, үй сатып алған барлықтері, кредиттерінен құтылған, қарыздарынан құтылған, жаңағы ломбард дейміз, сол ломбардтарынан құтылған. Соны ойланып қалдым шынында да. Қай жерде мына традиционный бизнеспен өкіметтің жұмысында істеген адамдарда ақша көбеймейді екен. Тек қана сол ана стабильность деп жүреді, бірақ ол стабильный болғанда, ол рас стабильность. Ол 80 мың алсаңыз, сол 80 мың болып 5-10 жылға дейін қала береді. Қанша жұмыс істесең, соға дейін қала береді. Ал мына жүйелі бизнесте, сетевой бизнесте, бұл жерде сен қаландай жұмыс істесең, соған қарай результат алып отырасың. Ай сайын сенің ақшаң көбейіп отырады. Егер 7-8 айда сен 5 миллионға дейін аптасын алады екенсің. Соған көзім жетті, көрдім сол адамдарды, сөйлестім, олардың жаңа сенің дипломың да қажет емес екен. Бұл жерде тек қана жұмыс істей ғана ақпаратты дұрыс тарата білу ғана керек екен. Ештеңкені алып сатудың қажеті жоқ, ауыр зат көтеріп жүрген жоқсың. Тек қана ақпаратты дұрыс жеткізе білсең, мына оқытып жатқан тегін оқуларына келіп, күнделікті офисқа келіп көріп жүрсеңіз, басқа адамдардан үйренсеңіз болады екен. Адам істеген адам істейді, бұның ешқандай қиындығы жоқ екенін түсініп, осы июль айының басынан бастап мен өкіметтегі жұмысымды тастап, осы сетевой бизнеске кеттім. Ләззат ханым, сіз үшін қуаныштымын. Өйткені жүйелі маркетинг таңдағаныңыз үшін қуаныштымын. Себебі мен де өз басымда тура осындай жағдай болды. Қытаймен кезінде сауда істедім. Бірақ менің өзімде ізденісім арқасында осы жүйелі маркетингке келдім. Мен басқа да компанияда жұмыс жасадым. Ол жерде енді көп ақша таппасам да, ол жерден білім алдым. Ол жердегі үлкен жетістікке жеткен адамдарды көрдім.
өз көзіммен көргеннен кейін ары қарай мен біреулер айтып жатады ғой, ой сетевой бизнеске сенбеймін деп. Ал мен осы бизнеске келіп үлкен жетістікке жеткен адамдарды көріп менің сенімділігім күшейді. Сондықтан қазір осы Global Trend компаниясында мен де жұмыс жасап жатырмын. Сіз үшін ризамын.